Бәріне сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз ағылшын тілін қалай тез үйренуге болады және де ағылшын тілін үйренуге көмектесетін нақты 7 қадам туралы айтқымыз келеді. Егер сіз мектеп оқушысы болатын болсаңыз, немесе универде оқитын болсаңыз, немесе жай ғана ересек адам болсаңыз, және де сіз ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, онда бұл видеоның сізге тигізер пайдасы өте көп болмақ. Бірінші, өзіңіздің мақсатыңызды айқындап алыңыз. Сізге ағылшын тілін оқу не үшін қажет? Мысалы, сіз шет университетіне, яғни шет елдің университетіне оқуға түскіңіз келетін шығар, немесе сабақта жақсы баға алғыңыз келетін шығар, немесе сіз жай ғана ағылшын тілін кейін саяхаттаған кезде, немесе жалпы жай ғана тілді біліп, өз-өзіңізді дамытқыңыз келетін шығар. Бұл өзіңіздің мақсатыңызды жақсылап айқындап алғаныңыз дұрыс, себебі сізге үнемі мотивация қажет болады. Енді келесі, екінші қадам, өз-өзіңізге уақыт беріңіз. 2 аптада, 1 аптада, немесе 1 айда, 2 айда ағылшын тілінде 100%, 200% сөйлеп кету мүмкін емес. Және де өз-өзіңізге ондай қатал талап қоймаңыз. Себебі ағылшын тілінде сөйлейтін кез келген адам, олардың барлығы 1 айда немесе 2 айда үйреніп кеткен жоқ. Кейбіреулер тіпті жылдап болсын ағылшын тілін оқиды. Сондықтан да өз-өзіңізге аса қатал болмаңыз. Үшінші қадам, күніне ең аз дегенде 30 минутыңызды жаңа сөздер жаттауға бөліңіз. Ең алдымен күніне 30 минуттан бастап жаңа сөздерді үйреніп бастағаныңыз жөн. Егер сіз күніне 1-2-3 сағат ағылшын тіліне арнайтын болсаңыз, онда сіз біраз уақыт өткеннен кейін тілді мүлдем оқуыңыз келмей, ішіңіз пысып, ерігіп, бүкіл ынтаңыз кетіп қалады. Яғни орысша айтқанда желанияңыз кетіп қалады, тілді мүлдем оқуыңыз келмейді. Сондықтан күніне ең аз дегенде алдымен 30 минутыңызды жаңа сөздер жаттауға бөліңіз. Бұл жердегі ең басты нәрсе күніне қатты көп емес 30 минуттан 1 сағаттан, бірақ міндетті түрде бұны күнделікті қайталауыңыз керек. Сіз аптасына бір күн 4-5 сағат оққаннан түк пайда болмайды. Одан да күн сайын ең аз дегенде жарты сағаттан уақытыңызды ағылшын тіліне бөлетін болсаңыз, сол кезде ғана сізде нәтиже, яғни результат пайда бола бастайды. Келесі қадам, ағылшын тілінде ең жеңіл мультфильм немесе сериалдарды көріңіз. Егер сіз нағыз ағылшын тілінде сөйлеп үйренгіңіз келсе, онда нағыз ағылшын тілінде сөйлейтін адамдарды көріп, солар қалай сөйлейді екен, қалай дыбыстарды айтуға болады екен, соның барлығын тыңдауыңыз керек. Сондықтан да ең төменгі деңгейге арналған жеңіл мультфильмдер мен сериалдарды көрсеңіз, олардың сізге тигізетін пайдасы өте көп. Біз описанияға ондай мультфильмдер мен сериалдардың тізімін қалдырып кетеміз, міндетті түрде оқып қараңыздар. Келесі, ағылшын тілінде әндерді тыңдап, соларды айтып жүріңіз. Егер сіздер ағылшын тілін жетік меңгергілеріңіз келсе, міндетті түрде ағылшын тілінде әндерді тыңдауға кеңес береміз. Себебі сіздер әндерді күн сайын тыңдайтын болсаңыздар, онда біраз уақыт өткеннен кейін әннің тексті сіздердің ойларыңызда жаттала бастайды, және де оның мағынасын түсіне бастайсыздар. Сол арқылы сөздерді қалай дұрыс сөйлеу, қалай дұрыстап ойыңды жеткізу, соның барлығын үйреніп, әбден құлақтарыңыз үйреніп, жаттығып, тілді емен-еркін қабылдайтын боласыздар. Яғни келесі, қымбат онлайн курстарға немесе офлайн курстарға ақшаңызды құртпай, ютубтан видео сабақтарды қарасаңыздар жеткілікті болады. Немесе Google-ға жазып, ағылшын тілін үйрену деп жазатын болсаңыздар, көптеген ақпараттар, мәліметтер шығады. Немесе ютубтан жай ғана ағылшын тілі сабақтары десеңіздер, көптеген арналарды табуға болады. Видеолардың ұзақтығы қатты ұзын емес, 5-10 минуттан ғана, тіпті кейбір 2-3 минуттық видеолар бар. Осы видеолардың көмегімен сіздер қымбат ақша төлеп баратын офлайн курстарға қарағанда көп білім алуларыңыз әбден мүмкін. Және де біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі біздің каналда ағылшын тілін үйренуге арналған көптеген видео сабақтар шығады. Олардың барлығының ұзындығы шамамен 3-5-10 минуттық қана. Егер күніне бір видеодан қарайтын болсаңыздар, онда сіздер уровеньдеріңіз ең төменгі уровеньде болатын болса, 2 айдың ішінде ағылшын тілінде базовый сөздерді үйреніп, қарапайым сөйлемдерді құрап, және де белгілі бір орташа деңгейде шет ел азаматтарымен қарым-қатынасқа түсе алатын боласыздар. Сондықтан да каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.